Бар жоғы 20 минуттың ішінде балдарымыз сүйіп те сүйсініп жейтін өте дәмді печеньелер дайындайтын боламыз. Құрамына аз ғана зат кетеді және аз ғана уақытыңызды алады. Оның үстіне қантымызды, қопсытқышымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Сары майымызды саламыз, проценті 60%-тен кем болмау керек. Жұмыртқамызды қосып, жақсылап қамыр илейміз. Қамырды екі бірдей бөлікке бөлеміз, бір бөлігіне какао салып, оны да илеп алатын боламыз. Одан кейін қамырымызды фольганың немесе пергаменттің бетіне қойып, екі бірдей бөлікке бөліп жайып алатын боламыз. Бір-бірінің үстіне қаратып, жақсылап жабыстырып, қолымызбен рулет құсатып, арасын тығыз қылып орап шығатын боламыз. Жіптің көмегімен осылайынан кесіп алсаңыздар болады. Қызып тұрған 200 градус пештің ішінде 15 минут пісіріп алатын боламыз. Мінекей біздің өте дәмді печеньелеріміз дайын болды. Рецепт ұнап жатса, өздеріңіздің жылы лебіздеріңізді, лайк, комментарийлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Ал ас болсын.